Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, бүгінгі ашық сабағымызды бастаймыз. Ал кәнекей бәріміз ортаға жинаймыз. Ыстық лебізімізді білдірейік, бір-бірімізге деген. Шеңбер бойынша, ынтымақтастық атмосферасы бойынша. Вы бажасыз дейм саған. Бүгінгі күнге сәттілік, өмір алда жүреді. Бүгінгі тек қана сәттілік тілеймін, бүгінгі сабақтан өзіңді белсенді бүгінгі күнге сәттілік, денсаулығың мықты болсын, бүгінгі сабағыңда белсенді бол. Үй тапсырмасы бойынша қайталау қорытынды сабақ. Жалпылама галереяға саяхат әдісі бойынша мына суреттерден нені көріп отырсыздар? Осы суреттер бойынша баяндап өтсеңдер. Бесінші сурет. Кәнекей, Аннеге. Үшінші суретте бізде термоядролық бомба және сутек бомбасы жарылысы көрсетілген болатын. Семей полигонындағы жарылыс көрсетілген болатын. Бірінші термоядролық бомба 1943 жылы жарылған болатын. 53 жылы жасалған болатын. Оның қуаты 400 килотонна болған болатын. Бірінші сутек бомбасы 1955 жылы жарылған болатын. Жақсы, жарайсың. Тағы да екінші топтан кім сөйлейді? Мына жерде. Бесінші фотода Семей ядролық полигонына, Семейдегі ядролық бомбаны жарылған суреті бейнеленген. Ол Семей ядролық полигоны 1949 жылдары және 1989 жылда аралығында 434 рет жарылған болатын. Оның 116-сы атмосферада, 334-і жер асты болатын. Жақсы, жарайсың. Керемет мәлімет. Кәнекей, Жанат. Төртінші суретте Ермұхамбет Маханов 1915 жылдың 15 ақпанында өмірге келген, педагогикалық университетті аяқтаған, мұғалім болып сабақта берген, өмірдің ауыр тауқыметін тартқан, ерте жасынан ата-анасынан айырылып, өмірдің қиын қыстау кезеңін тартып, КСРО-ның негізгі астық алатын алқаптарының бірі болып табылды. Негізгі астық көзі осы біздің өзіміздің Қазақстаннан, яғни солтүстік Қазақстан облысынан шықты. Алтыншы суретте бұл жерде Байқоңырдан ғарышқа ұшатын кемені белгіленген. 1955 жылы Байқоңырды салу туралы негізі қаланған болатын. Жоспарға келіп, 1957 жылы Байқоңырдың алғашқы ғарыш кемесі ұшқан болатын. 1957 қарада Лайка деген ел ғарышқа алғаш рет ұшқан болатын. Ол кезде ол спутник екінші ғарыш кемесімен ұшқан. Ол Лайка ғарышқа ұшқан кезде небәрі 2-3 жаста болатын. Және ғарышқа ұшқаннан кейін 5-7 сағаттан кейін сол жерде қайтыс болып кетеді. Репрессия ұйымдастырды және де Сталин ату жазасына алды. Қосымша дерек. Қоса кетсем, Сталин қазақ алаш зиялыларын ұлтшыл деп, оларды ату жазасына кесті және де қудалады. Жақсы. Арғарында екінші суретте не бейнеленген? Кәнекей, топтар. Қай кезең деп ойлайсыңдар? 1964 жылдары қандай оқиға болды? Жылының кезеңі, кімнің кезеңінен? Никита Хрущевтің кезеңі. Хрущевтің кезеңі. Ол кезеңде жалпылама не болды? Не істеді? Никита Хрущев 54 жылы билікке келген кезде ол Америкадан оқып келіп, еліне жүгері егуді тапсырды. Жүгері егу ұранын тастады. Жалпылама тым игеру кезеңі бізде Хрущевтің кезеңімен байланысты болды. Қай облыстар осы кезеңге тым игерілді? Павлодар, Қостанай, Көкшетау, Торғай, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстары тың игеруге қатысқан, тың игеру облыстарында жатқан болады. Және тағы да қосымша бар еді ғой, Петропавл, Торғай облысы бар. Торғай облысы бар еді. Торғай облысының басында айтып кеткен болатын, олардың көп жер солтүстік өңірде болған болатын, себебі солтүстіктегі топырақтың құнары жақсы болған болатын. Оны егін еккен соң ол өздері ойлағаннан да көп егін алады. Сондықтан да олар жақсы екен деп ойлап қойды. Олар жылда еге береді, бірақ олар тыңайтқыш істетпеген соң
топырақтың құнары жоқ болғасын жылдан жылға Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан экономикасы қандай деңгейде болды? Қандай жаңа зауыт, фабрикалар ашылды? 1958 жылы қандай маңызды оқиға болды? Байқоңырдың салынуының тарихи маңызы қандай? Аталған сұрақтарға жауап берейік. Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан экономикасы қандай деңгейде болды? Қазақстанда 1946 жылға қарай зауыттар мен фабрикалар қайта жанданып, өнеркәсіп орындары қайтадан іске қосылды. Жалпы КСР бойынша ауылдар жанданып, қалалар қирандыдан тазартылды. Миллиондаған жауынгер бейбіт тіршілікке қайта оралды. Қандай жаңа зауыт, фабрикалар ашылды? 1946-1951 жылдары еңбекшілердің қалың топтарының күш-жігер, қаржылық қайрат көрсетуінің арқасында республикада болат прокаты. Ғасырдың екінші жартысындағы әскери өнеркәсіп кешендерінің Қазақстанға тигізген жаңа қандай завод фабрикалар болды, соны талдап, сендер өздеріңше қорытындылап бағалау керексіңдер. Ал енді әр топ өздерінің жаңағы топ атауларын, топ басшыларын біршама айтып өтсеңдер. Бірінші топ басшысы. Мен Шәдуәне 9-шы сынып оқушы директор тобының басшысы боламын. Жақсы, екінші топтың басшысы кім болды бізде? Мен 9-шы сынып оқушысы білімдер тобының басшысы боламын. Мен Жанат Талқылар тобының топ басшысы боламын. Жақсы. Ал енді жаңа сабақ бойынша осы 3 топқа бөлініп отырмыз. Тақырып бойынша сендерге мына жерде алдарында плакатта 3 стратегия берілген, яғни әдіс тәсіл. Осы кітаппен мәтін жасау барысында бірінші топқа Энара стратегиясының маңыздылық кестесін толтыру, яғни тым тыңайған жерлердің игерілуі жайында және осы кезеңде кім болды басшы. Соны нақты мына сұрақтарға жауап беру арқылы талқылайсыңдар. Екінші топқа сендерге Байқоңыр ғарыш айлағының салынуы және сынақ алаңдарының салынуы бойынша балық қаңқасына себептеріне салдарын жазып қорытындылайсыңдар. Үшінші топта Вен диаграммасы берген. Бұл жерде яғни тұлға мен жұмыс. Кімнің суретін көрсеңдер? Николай Хрущев и Сталин және Сталин. Бірінші Сталин, одан кейін Хрущев. Сталиннің кезеңінде қандай жағдайлар болды, Хрущевтің кезінде қандай жағдайлар болды. Және осы кезеңдегі экономикалық жағдайға сипат бере отырып жазамыз. 5 минут уақыт. Қанекер, жасайық. Жазамыз. Және мына жерде карта берілген, осы тым игерілген облыстарды мына картаға белгілеп шығасыңдар. Түсінікті ғой, иә? Мына сұрақтарға жауап берейік. Бізде Энара стратегия
стратегиясы болған болатын. Ол жерде бірінші сұрақ бізде есте қалған бұл үшін қалу үшін есте қалған болатын. Себебі Қазақстанда баяғы осы тың және тың аймақ жерлерді игеру дәуіріне дейін олар астық егінмен айналысқан болатын, бірақ соншалықты үлкен жерлерге бұлай егін егіп көрмеген еді. Сондықтан оларға бұл үлкен бір естелік ретінде қалып кеткен болатын. Кімнің кезінде болды? Бұл Никита Хрущевтің кезеңінде болған болатын. Ол Америкаға, ақш құрама штаттарына барып келіп, сол жақтағы жүгері еккен көріп, өзі еліне де екпекші болады. Ол өзінің адамдарына оны ектіреді, бірақ бірінші жылы ол өзінің жоспарлағаннан да көп егін алады. Бірақ ол жылдан жылға табиғат эрозияға ұшыраған соң, ол жерде топырақ құнарлана бастайды. Одан кейін жылдан жылға өнім азая берген болады. Нәтижесінде 9,4 миллионға жер сатылады және миллион пұт астық алынады. Сұрағын оқып өтейікші. Нәтижесі қандай нәтижелер әкелді? Нәтижелер позитивті әлде негативті сипатқа ие болды. Яғни 9-да 4 миллионға жер сатылды дейді. Облыстарды атай аламыз ба? Қай жерде игерілді? Ақмола, Торғай, Павлодар, Көкшетау, Петропавл және солтүстік Қазақстан. Дұрыс. Қанеке ағалары? Айрықша мәнді сол тарихи кезеңде ол қандай көрініс тапты, ол маңызды немесе айрықша болып есептелді ме? Тың және тыңайған жерлерді игеру КСРО-дағы астық көзі болып табылды. Если тоқтап кететін болсақ, КСРО бойынша Қазақстан ең көп өнімді беріп отқан болатын. 66,6% астық осы Қазақстан территориясынан шығып отқан болатын. Және де осы тың игеру жылдарында ең көп пұт астық алған, миллиард пұт астық алдық деді ғой, жаңа зауытпен айтты. Қай жылдары болды? 54-55 жылдары аралығында. Резонансты оқиға құбылыс қазіргі өмірге әсер етті ме? Қазіргі қоғам дамуына әсер етті ме? Адамдар одан қандай сабақ алды? Резонансты құбылысы табиғаттағы ғылым мен техникада маңызды орын алды. Резонанс құбылысы машиналар мен механизмдер жасауда, көпірлер мен ғимараттар салынды. Және де топырақтың дамуына, яғни құрамына да зор әсерін берді. Айқындайтын басқа да қырларын түсінуге жол ашатын оқиға құбылыс сол заман адамдардың өмірі мен көзқарастары туралы қандай ақпарат береді. Бұл жерде олар астық алғанға қуанышты болды және де жұмыссыз адамдар жұмыс тапты. Толықтырып кететін болсақ, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін және ұлы отан соғысынан кейін көптеген адамдар жұмыссыз қалған болатын. Сондықтан да оларға осы тың игеру бір үлкен мүмкіндік берді. Олар бір жағынан жұмыс жасай алды, бір жағынан астық алып отырды. Астық алу арқылы халықтың жағдайын жақсартты. Жалпы мына жерде картаның бейнесі бейнеленген. Сол жерде, яғни тың игерген облыстарды. Алтау. Бұл Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Ақмола. Басында белгіленген тақырып сынақ алаңы және Байқоңыр ғарыш айлағы туралы белгілі болатын. Бізде бірінші сынақ алаңынан бастайтын болсақ, бізде Қазақстанда Семей ядролық полигоны туралы жарыс болған. Ода бірінші себептер бізде сынақ өткізу үшін 18 миллион жер бөлінген болатын. Оны осы уақытқа дейін 1991 жылдың 29 тамызына дейін бізде 456 ядролық жарылыс болған болатын. Оның 116 атмосферада, 340 жер астында болатын шығар. Бұл Семей ядролық полигоны 1949 жылы салынған болатын, жүзеге асып, және де жыл сайын осы Семей ядролық полигонында 14-18 ядролық бомбалар жарылып тұратын болған. Және де осы Семей ядролық полигонын жапқан бізде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болатын. Билік басына келген кезде Семей ядролық полигонын бірінші жапқан болатын. Және де бізде екіншісі кейін Байқоңыр себептері салдат кетсіндер. Осы Семей ядролық полигонына келген бізде зардаптар. Халықтың мүгедек болып қалуы, жерде шөлдіктеу, малдардың қырылуы, адамдардың бомбадан қорқуы, адам, табиғат, жануар. 12 сәуірде Гагарин Восток ғарыш кемесімен ғарышқа ұшады. 1991 жылы 2 қазанда тұңғыш қазақ ғарышкері ұшады. Байқоңыр 1994-1998-2001 жылы Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болады. Жалпы Хрущев пен Сталиннің ұқсастығы, былай айта кетсек, Хрущевтің басқарған тұсында халықтың жағдайы әлдеқайда жақсы болады да.
халықтың барлығы қаладан пәтер алып қалаға қоныс аудара бастады. Сталин кеңес кезеңі қуғын-сүргін, аштық, қажыған еңбекпен деспотиялық уақыт болды. Жалпы бұл кезең әкімшіл-әміршіл кезеңі деп аталды. Сталин билік басына 1924 жылы келді, 1953 жылға дейін билік басында отырды. Хрущев бастаған кезең партиялық режим әлсіреген, қуғын-сүргін жүргізілмеген, халыққа қысым көрсетілмеген жылылықты білдіреді. Хрущев 1953 жылы қыркүйекте билік басына келеді. Йозеф Сталин, Никита Хрущев. Жарасты. Ағылай, айтып өтейік, конфликт. Джоговали Сталин 1878 жылы 6 желтоқсанда дүниеге келеді. Июль күнтізбесі бойынша ол 4 жылдың 3-ші жолы болады. Ол діни семинарға қатысып, сол жерге оқуға түседі. Және ол сол жердегі құпия іс-шараларға қатысып, ол жерде өзін көрсеткені үшін 3-ші топқа мүше болып кіреді. Қайтыс болған жылы 1953 жылы 5 наурызда қайтыс болды. Одан кейін 1953 жылы қыркүйек айында Хрущев Кокбок бірінші хатшысы болып сайланды. Және де 1956 жылы Хрущевтің бастамасымен ГУЛАГ лагері жойылды. Және де Хрущев әкімшіл Сталиннің жеке басқа табынушылардан айтпаған. Бізде бүгінгі болған тақырыпта Таққылар тобымен жүректер тобының жүйріктер тобының істеген жұмыстарына өте қатты қуанып отырмыз. Себебі біз білмеген ақпараттарды бізге жеткізіп, түсіндіріп беріп, және де көптеген жаңадан келген ақпараттарды, мәліметтерді бізге түсіндіріп, ол қалай болды, қай жылы болды, соны түсіндіргенмен біз түсініп білгенімізге өте қуаныштымыз. Рахмет. Мен екі топтың аттанарынан өзім осы кітаптан тапқан ақпараттарды, яғни сабақта өтпеген тақырыптарды тапқан болатын. Ол әрине бізге өте көп көмек етеді, себебі біз осы жылы білім шыңына байланысты тест тапсыратын боламыз. Соған ол Жүйріктер тобының білім берген тобының арқасында біз көптеген білмейтін ақпараттарды біліп, білетін ақпараттарымызға қосымша мәліметтер алдық. Сол үшін сіздерге алғыс айтамыз. Бекітуге келетін болсақ, бекіту сұрағына ортол әдісі бойынша сұрақтарды дайындап қойдым. Топтардан келеміз. Конфликт. Кім шығады? Бірінші сұрақ. Ақтөбеде Дон кен орнының негізінде хром тұздары зауыты жұмыс істей бастаған жыл. 1924. Дайын тұрамыз, келісімді. Дұрыс па екен? Ал екінші сұраққа жауап береміз. Қазір қалада тоқтатады. Жолдар дейді. Дұрыс. Отырауы. Как бірінші топтар? Амен, Ерасыл келе ғой. Юрий Гагарин. 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр алаңына кім бірінші болып ұшқан болатын? Қазғы сынақ алаңы қай облысында болды? Дұрыс па? Бас қатты. Дұрыс. Арғары. Келмер үшінші топта. Жомар. 1960 жылы Хрущев орнынан алынғаннан кейін қандай жағдай болды? Соңғы сұрақ. Элементтер мен сирек металдардың өндіретін ертіс химия металлургия зауыты іске қосылған. Бүгінгі ақсабамызға жақсы белсенді қатысқандарына рахмет. Үш топта керемет жұмыс жасады. Оның ішінде атап өтетін болса мына Анет, бірінші топта Ерасыл, Нұрасыл, Жансая, Алтынай жақсы қатысты. Жарайсыздар. Одан кейін екінші топта Даяна, Асет, Нұрхан, керемет жақсы жұмыс атқарды. Өздерінің ойларын жақсы жеткізе білді. Ал үшінші топта Жомар,
Аида, Жанат, керемет басшы екен, Асқар және Мерей жақсы өздерін көрсетіп берді. Келесі кездескенше қош